Ассаламу алейкум. Құрметті клиенттер, мынандай қызық жағдай болып тұр. Так, мынау бізде инверторный Samsung. Біз келген кезде кешегі статусымызда көрген адамдар болса, астында мұз жиналып тұр деп айтқанбыз. Егер проблема содан бітсе, онда солай біту керек еді. Біздер бірақ оны жөндеп болғаннан кейін екінші ауру пайда болды. Ол деген мынандай ауру. Беті істемей қалды. И плюс мына айналып тұрған вентиляторы кішкене істейді, и сөніп қалады, кішкене істейді, сөніп қалады. Сөйтіп істеп тұрды. Біз оны тексеру үшін платалар алып келдік. Көптеген. Бұның үстінде 3 платы бар жалпы. Осындай холодильниктен істеп тұрған холодильник бар. Үйімде өзімде дәл сол холодильниктің платаларын бәрін шешіп алып келген болатынмын тексеру үшін. Оның причинасын табу үшін. Сосын одан болмай шықты, яғни бұл 3 платтан болмай шықты. Одан кейін бетіндегі дисплейін алып келдім, яғни мына затын алып келдім. Одан болмай қалар деп мына вентиляторын алып келдім. Ішінде тұратын, астында мана айналып тұрған. Мен өзімдікін салып қарағанда уже причинасын таптым да, енді қазір бұйырса бәрін жинап береміз. Себебі үстінің бәрін мынандай шашылып жатыр. Бәрін шашып полный қарадық, ерінбедік. Аллаға шүкір. Міне осындай шашылып тұр. Ерінбедік. Бәрін соңына дейін тексеріп, соңына дейін істеп беруге тырысып жатырмыз. Аллаға шүкір. Ерінбегеннің Аллах Тағала өзі несін берді. Кешегіде мына жерде мынандай инверторный мотормен кеше фильтрін ауыстырып фреон құйған болатынбыз. Онымен шаруа бәрі біткен жоқ, яғни ішінде вентилятор жасамайды, үстінде дисплей жасамай қалды. Енді біздер соны жинап беріп, қазір клиентке тапсыратын боламыз. Шаруа бітті. Жалпы ерінбеген жемісін көреді дегендей, біздер кәсіпкер болғаннан кейін толық шаруаны бітіруге тырысу керек.